Армысыздар, тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және де ең бастысы жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мынау баяғы аға Шопан мергеннің жалғыз ұлы емес пе? Бұл неғып тырдай жалаңаш жыр, Құдай көрсетпесін жүз аулақ, деп таң қалған қарт әже иегін кемсеңдетіп бетін басты. Оны естіген жастар жағы өре көшіп, бірі терезеге, бірі есікке ұмтылды. Сонда мұншама адамды дүрліктірген есік алдында көлеңкедегі кереуетте жатқан қарт әженің әлгі сөзі болды. Бұл кім болса да, тірі таныс қой деп барып, мынау сол баяғы сонар ғой. Мұны көрмегелі қаншама жыл еді, деген тоқпақ үйден шығып, қақпаға беттеді. Себебі осыдан 17 жыл бұрын тау беткейінде сұмдық оқиға болып, оның басты куәгері осы келіп тұрған. Сонар деген кісі болатын. 17 жыл бұрын жазды ми қайнатқан ыстығы шілденің теңдей көзі. Әкесі төсек тартып науқасқа шалдыққанда қолынан бір отар қойын алған. Өкімет кімге берерін білмей, кенже ұлы Сонардың алдына салған. Қайтсын, көзін ашқалы қой баққан мерген ақсақалдың аға Шопан деген атағы жер жарып тұрған кесі. Енді келіп денсаулығы сыр бергенде қолынан қойын алып қойған деген адамдыққа жатпайды. Соны ойлаған совхоз басшылығы кенжелі Сонарды шақырып бұйымтай сұраған. Әкеңнің елге сіңген еңбегі бар, балам. Ол кісі сырқаттанып қалғанда қойды қолынан алғаным шарамас. Сен өзің қой дегеннің қыр-сырын білесің ғой. Мына бір отар қойды әкетіп, өз қолың ал. Білмегенің болса бізден сұра, әкең мерген ақсақалдан сұра. Сөйтіп көптеп, көмектеп, біз сені қойшығып шығарайық, деп сол кездегі совхоз басшысы ұсыныс айтқан. Ол кезде Сонар дегенің жаңа үйленген 25-тегі бала ғой. Үйге барып ақылдасып көрейін деп кеткен. Сол күні кешкі астан кейін әкесіне келіп, Тұрғынбай директор қойды өзің бақ деп отыр. Оған сіз не айтасыз, әке? Деп ақыл сұраған. Әке не десін, осы бір жылдықта денсаулығы қатты сыр беріп, әрек жүр. Соңғы күндері тіпті атқа қонудан қалды. Болды балам, қойының керек жоқ дейін десе. Өзінің жеке меншік бірнеше жүз қойы бар. Ол азда 2 үйір жылқы мен бас-бас сиырлары тағы да бар. Міне осының арқасында мерген ақсақал тұңғыш ұл мен ортаншы ұлды. Онан кейінгі 2 қызды да оқытып, шоқытып, бәріне анау Алматыдан бір-бір үй әперіп, үйлі қылды. Сонда қолында қалған мына кенже баласы Сонар еді. Бәйбішесі қайтқаннан өзі үйленбей, осы ұлды үйлендірді. Келіні сонау бір ауылдан үкілеп отырған Кәмшат деген көрікті қыз. Неге екенін кім білсін? Осы келіннің соңынан бастапқы жылдары қоңырау сыңғырлап сөз елуді. Өзі де Алматының медицинасын оқып жүріп, институттан шеттетілген дейтін. Әрі қарай қара түнек тұңғиық. Сол заманда жүздің бірі түсе алмайтын оқуға Кәмшаттың түсіп тұрып, тастап кеткені кімді болса да ойландыратыны хақ. Негізі оқуғым келмей тастап кеттім дегенді өзі айтқан. Оған жұрт сене қойсын ба? Әйтеуір осы келіннің бір кәкірі бар деп сыбырласқан. Раса мынандай көрікті де әдемі жас қыз. Алматының оқымыстысын таңдамай, қалаға төкілі, ауыл көрмейтін қойшының баласын таңдағаны тағы да жұмбақ еді. Әйтеуір сонда бүкіл ауыл дүрлігіп барып, әрең басылды. Ең бірінші бізге жартылай жалаңаш киіммен жүріп Кәмшат шай берді, деп Сонардың құрдастары шулады. Онан кейін тізеден сәл жоғары күлте киген жас келінді көрген ауылды ағалары таңдай қағып, сұқтана қарады. Оның соңынан осы ауылдың қатын көрсе бұттары терлейтін қатынбас байлары ым-жым-жым жасап, ауыздарынан су ақты. Түптеп келгенде кербес тартқан жас келіншекке бірнеше еркек қырындап, көздерін қысып үлгерді. Ал енді Сонарыңыз мұны білмеді емес, білді. Сол үшін жұрттан жырақ кетудің жолын қарастырып жүргенде, совхоз басшылығы қолына қой берді. Әрине, Кәмшат сұлу онысына қарсы бола қоймады. Өйткені тау бөктері таза табиғи ауа, ірімшік, құрт майың үзілмейді және де жұмбағыңа жалғыздығын куә еді. Бұлайша айтқанда бай күнмен қойдың соңында анау совхоз берген 2 көмекшісі бірде барса, бірде бармайды. Барған күннің өзінде көмейлеріне арақ құйса болды. Үндері өшіп бастарын бұғып жүре береді. Бұл сонау қуатты деген кісұрыныңыздың тәнтірек басып, тоңқалаң асып құлайын деп тұрған кесі. Қысқасы қазақтың басына қара бұлт үйірген жасанды мемлекеттің сүлдерін сүйреген соңғы 5 жылы. Жаным, жүрегім,
Кәмшатым, мен сені қандай жақсы көретінімді білесің ғой. Анау бағыңның бұйырмағанына өкінбеймін. Қалған өмірімізде бәрі жақсы болса болды, деп ескертті сонар бала. Жаным менің, о не дегенің? Мен саған жасырмай-ақ бәрін де айтып бердім ғой. Тағы бір рет айтайын, түн қарағанда көрші ауылдың жігіті зорлап, бұйымтайымды бұзып кетті. Осы айтқаныма сенбесең, оны айт. Ал егер сенемін десең, қайтып айтушы болма. Қайдағыны есіме түсірмеші. Одан да жақын кел, мен саған былай жасап. Сәйгүліктің басынан тартып тілге басып жіберді. Шалқасынан талтайып жатқан сонарың сонда есінен ауысты. Сәйгүлікті біраз сорып, талтайы қонжиған Кәмшат айқайға басып, шаба жөнелді. Білді ғой, сорлы Кәмшаттың күлімдеген көзі ойнап тұрғанын көрді ғой. Кәмшат деген сымбатты еркек көрсе, сылаң қағып, борбайын бұлтитып шыға келетін келіншек. Кәмшат қана емес, кейбір қыздардың осындайы бар енді. Әдемі қыз көрсе, қутыңдаған шалды көрсең түк емес, өйткені ол еркек. Оныкін бір қарыс артық қып Құдайдың өзі жаратқан. Ал мына сараңдық танытып, тыртық қып жаратқан қатынға не жоқ десеңіз. Еркектікі ұят, қатындікі қиянат деген бар. Байы бар қатын көтіне ие болу керек. Осы сонардың үлкен ағасы Қонар деген бар емес пе? Соның әйелі келіп, қайным, жаймаңды қарағым келген еді, таң атпай жинап тастапты деп, таң қалғандай әңгіме айтқан. Жеңеше, сіз алаңдамаңыз, бізде бәрі жақсы деген сонар сонда кінәні де өз мойнына алған еді. Алайда оңтүстіктің өнегелі қызы Әнипа оған сенбеді. Дегенмен қайнысы менен, бәрі менен. Ешқандай претензиям жоқ. Өз мойныма алам деп тұрса, жеңгесі не десін? Бақытты болсаңдар болды деп сырт айналған. Өйткені қыз сонарға алдын ала ашып айтқан. Әлде бір жігіт үй сыртында зорлап кетті деп ақталып алған. Сонда сұлу қыздың мүсініне қараған сорлы жігіт тесігіне қарамай жоғарыда айтқанында айғалап әкеліп алақанына қондырды. Дегенмен маңдайға жазу деген бар, әйгілі философ өнер. Байыңа білдірмей жасаған жүрістің өзі өнер дегендей әдемі келіншек көпке бармай баяғы әдетіне қайта бастады. Соңында тау бөктеріндегі киіз үйде көңілдесін қымызға тойдырған Кәмшатыңыз кешке дейін көгін алып жатты. Ал совхоз басшылығынан бір отар қойда әктеп алған сонар бала күн ұзақ қой соңынан қалмай жүре берді. Өйткені кесапат Кәмшат аңғал сонардың осал тұсын дөп басты. Сонан соң Афган Бека деген совхоз директорының шопырын шырмап алды. Бүгінде міне тал түсте ұрлана жеткен Беканы көргенде көйлегін көтеріп тоңқая қалды. Біреудің қатынын біреу аясын ба, бақандай бәлесін дәлдеп салған Бекаңыз Кәмшат келіннің бір аяғын көтеріп тұрып соғып алды. Әрі қарай керегеге сүйенген екеудің ыңқыл-сыңқылының үйрегі ұшып қас қашты. Сондағы екеудің аңқыл-сыңқылы басылып, қымыз сапырып отырғанда тау бөктерінен бұлт сияқты көшкен бір отар қойдың қарасы көрінді. Төменгі беткейде орналасқан киіз үйдің іргесі ашық. Тауға қарай қайта-қайта көзін сүзген Кәмшат келін, шаным, тау бөктерінен қойдың басы көрінді. Сен енді үйіңе қайта қой, әйтпесе отағасы оңбаған ойлар келіп, қызғанып жүрер. Еркек дегенде ес болмайды, өзі жарамай жүріп, менің сорлым қатын қызғанғанды алдына жан салмайды деп, ауған Беканың бұтына қол жүгіртіп, қысып жіберді. Сонда әдемі келіншектің ернінен шөп еткізіп бір сүйген жігіт орнынан тұрып, ышқырын байлады. Енді оған қыңыр келіншек сүйкеніп, мойнына асылып, қимайып тұрмын деп еркелей сөйледі. Менің де қимай тұрғаным деген еркек емеурін танытып, сайманын сайлады. Жоқ жаным, енді біз үлгермейміз. Әрісі бір сағатқа жетпей қой келеді. Оның соңынан менің сопылдағым келеді. Амандық болса ертеңде күн бар ғой, ретін тауып бір соғарсың деген келіншек жас жігіттің сайманынан ұстап сыртқа қарай етті жөнелді. Онан киіз үйдің ығында тұрып тағы да сүйіскен екі арсыз қимастықпен қоштасты. Сонан соң директордың су жаңа уаз көлігіне отырған жас жігіт шаңын бұрқыратып төмен қарай құлдилай жөнелді. Ал енді арадан көп өтпей қой қайырған сонар жетті. Әй, жүрегім, салқын қымызыңнан болса берші, тамағым жабысып қалды деп ат үстінен келіп қолын созды. Мінекейіңіз отағасы, іше қойыңыз деп сызылған келіншек бір аяқ ыдысты ұзатты. Сіміріп тастап шөлін басқан сонар әрі қарай мал жайғаудың қамына кірісті. Тап осы тауда бәрі бар. Анау қызыл қасқыр дегенді айтпағанда кәдімгі қасқырдан бастап
аюға дейін бар. Соның бәрі қой мен жылқының қас жауы. Әсіресе ит құс дейтін көкжал пәлелер көзіңді ала бере қойыңды қойдай, жылқыңды жылқыдай шапырып түседі. Басында осы екеуімен арпалысып әрең жүрген қойшыларға біздің сорлы үкімет тосыннан сый жасады. Онысы сонау қырғыз елінің қайсы бір зертханасында қасқыр мен неміс итін бодандастырып, дүбәрә бір мақұлық жасап, оны әкеліп қазақ даласына төкті. Осыдан кейін қойшы біткеннің бәрінен күй кетті. Өйткені мына мақұлықтар топтасып алып шабуылдайтын осал жау болмай шықты. Онан соң мұныңыз өлген мал мен аң құстың сүйегіне дейін кеміретін жауыз еді. Негізі үкіметтің мақсаты да осы болатын. Баурауда жатқанда өлекселер ауру тарытпас үшін оны жейтін мақұлық әкелді. Кәдімгі қасқыр көп-ақ еді, бірақ олар өлексе жемейді. Оларға таза ет жеп жетіп жатыр. Сайсалада жатып сасығанды не қылсын? Міне, осыдан кейін қойшы біткеннің бәрі 5 қаруларын асынып, қойдан көз жазбайтын болды. Себебі аңдысқан қасқыр мен шиберуге бір бүйірден қызыл қасқыр қосылды. Сөйтіп, бір отар қойға соңынан 2 елі қалмай ие болған сонар әдемі келіншегінің 2 елесіне ие бола алмады. Оны білетін Кәмшаттың ауған жігітпен айқасып жатып, аспанға шаптырды. Бүгін күн ерте, күздің шені. Әлде бір досының жаман жүгірейін сұрап мінген жігіт жетіп келді. Оны көргенде Кәмшат келін ыңғайын беріп, талтая түсті. Сонан соң қос арсыз киіз үйді бастарына көтеріп, керуен көшірді. Мұның бір қызығы 2 жақтан сусындап, шөлін басып жүрсе де, Кәмшат келін құрсақ көтермеді. Аптада 1-2 рет ауған бала ауын айналдырса, түнде некелі байы сонар құйрығынан қағып, әйтеуір Кәмшат келіннің көлсайы құрғамады. Алайда Құдай бермесе қос батыр қосыла шапса да тартып ала алмайды. Бала жоқ. Әй, сонарша Алматыдан ағамдар келіпті. Екеуміз барып қайтайық деді Кәмшат кешкі шай үстінде. Мені білесің ғой жаным. Татар жүгірмек келмегенше қойдан шыға алмаймын. Барам десең ертең түс қайта жем тиеген көлік келуі керек. Сен барып келе ғой деген сонар өзіне сілтеді. Мұндайдай шайпау қатын қарап қалсын ба, алғысын жаудырып, ауылға дайындалды. Ауыл дегені елімізге әйгілі мал шаруашылығы ауылы. Соңғы жылдары үкімет біраз малдың басын осы маңайға жинаған. Өйткені шөбі шүйгін, өзен суы бар кең жайлау малға өте қолайлы. Мынау тау бөктеріндегі кең байтақ алып мекен миллиондаған малға жайлы. Кенет күрілдеген көлік даусы естіліп, төменгі жақтан шаң шықты. Бұл әлгі совхоздың жүк көлігі қойшының қамына қажетті әкеліп кетеді. Совхоздан көлік келе жатыр. Мен осы көлікпен кете берсем болмай ма деп, есіктен сығалаған Кәмшат сонарға қарады. Бүгін бе? Бүгін қала берші, ертең жеңіл көлікпен барарсың. Өйткені мен сені сағынып отырмын, деген отағасы әлденені ымдағандай болды. Күні бойы қой соңында салаңдап жүрген еркектің көңілін қалдырғаны жарамас. Әйтпесе ауылға аяғы тигенде қайта-қайта қайтсын деп хабар жіберіп, мазасын алады. Сол үшін айызын қандырып, тіліне тас байлап кетсем деп ойлаған. Алайда аңыранған көлік үй алдына келіп тоқтай қалды. Әрі қарай керек жарықпен суды түсіру дегендей абыр-сабыр басталды. Соңында қулыққа басқан Кәмшат келін сонарыңды сан соқтырып, көлікке отырды. Қолын бұлғап барып, басы салбыраған сорлы қала берді. Негізі әкесінің төсекте жатқанына біраз болған. Кексе шал не әрі болмады, не бері болмады. Сүлдерін сипап, жылдан асып жатып алды. Оған енді осы маңайдағы ағайын туыспен Алматыдағы балашаға кезек-кезек қарайтын. Мына келе жатқан ең үлкен ұлдың қатыны мен үлкен баласы. Кәмшаттың құрақ ұшып жүгіргені де осы. Қалаға үйренген қыз қаланың жаңалығын сұрайды. Ананы мынаны айтып, шер тарқасады. Өйткені осы абысыны өсек аяңға жақын, жаңалық орталығы десе де болады. Ананың мынаның басын жатып, әйтеуір өсек табады. Тауда жатып, ұшқыса болған Кәмшатқа керегі де осы. Әсем Алматы жайлы әлде қандай сөз естімесе, көңілі тыншымайды. Келінжан, қалайсың? Қайным қалай? Жағдайларың жақсы ма деп жалпақтаған абысын алдынан шықты. Жақсы жеңеше, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Кішкентайлар қалай шапқылап жүрме? Деген келін құшақ жайы айқаса кетті. Міне осындай азын аулақ амандықтан кейін сүт қасқан күрең шайды қонжитқан келінмен абысын түн жарыдан ауғанша өсек соқты. Оның арасында бір-біріне бөгіп жүрген құпияларын ақтарып, кеңеске салды. Қатын дұшпан деп бекерге айтпаса керек.
Мынадай сұлу мүсінді барынша бағалайтын бай бағлан керек-ау, Келінжан деп, қалалық абысын Шайбау келініне түрте сөйледі. Құдай-ау, о заманда бұл заман абысының келініне мынандай сөз айтама. Бұл деген ақшалы біреуді тап деген емес пе? Мұндай сөзге жас келін кәдімгідей ойланып қалды. Өзіңізден сөйлеңіз жеңеше, сіздің де көз тартатындай көркіңіз бар ғой деп Кәмшат жымиды. Келінжан, біз деген 40-қа келдік қой. Мендей кәріні байлар не қылсын? Ал саған ұқсаған жас сұлуларға валым деген абысын өкінішін білдіргендей сыңай танытты. Құдай атқан қаншығай. 40-қа келгенде бүкіл өмірі өкінішпен өткендей бола қалған қарашы. Мұндай сорақылыққа не айтарсың? Негізі бірі таудан, бірі сайдан келіп, біреуге келін боп түскен мынандай сорлылар бүйректен сирақ шығарады. Қазақта отбасын бұзған оңбайды деген сөз бар. Оны білмейтін адам жоқ. Ал мына Кәмшаттай тумай жатып, қағынғандарға оныңыз бір тиын. Құдайдың қаһарынан қорықпай ма дерсің? Осы әулетке келін боп түсіп, 3 айдан кейін анау ауған жігітпен көз қысып бастады. Онан бері 9 ай өтті, құныққаннан дәніккен жаман дегендей, тиіп қашып аптада бір айызын қандырып жүр. Сорлы сонар болса ескерттім деп қапыда жүрді. Еркектің соры сенгіштік, қойнындағы қатынынан жамандық күтпесе керек. Қыз кезінде зорлық көрсе, аузы күйді ғой, үрлеп жер деп кәміл сенді. Әйтпесе сонар бала о бастан-ақ әлде бір құпияны сезіп жүрген дейді. Бұл енді берідегі әңгіме, әрінің еншісінде қалсын. Қысқасы сол түнгі 2 келіннің ойы бір жерден шығып, соқыр атқа қотыр атта үйір дегендей сырласып бастады. Жастық шақ деген шіркін керемет кезең ғой. Кәмшатжан, жасыңда ойнап күлгенге не жетсін? Дәурен деген баста тұрмайды. Мен өзім кеше ғана мына үйге келін боп түсіп едім. Бүгін 40-қа келдім деп, сиқырлы тілімен от көзеді. Сызыла сөйлеген осы сөзге, я ғой, шеңіше, мен бәрінде түсініп отырмын деген келіннің онан сайын көлшігі суланды. Әрі қарай айта берсем сөзге осылайша бірін-бірі түсінген 2 келіннің ымжымы бір жерден шықты. Жалпы мына мерген ақсақалдың 3 ұлы да момын жігіттер болатын. Бұл кісінің өзі де жуас, қой аузынан шөп алмайтын адам. Бірақ атағы 6 алашқа бергілі Дүкен молданың немересі. Ол кісіге сонау революция тұсында қызыл әскер бірнеше қайтара оқ атса да, дөп тигізе алмай, ауыздары ашылған дейді. Тіпті қол аяғын байлап түрмеге қамаса да таңертең келгенде түрме ауласын сыпырып, сыртта жүреді екен. Мұндай жағдай қайталана берген соң әлдебір қазақ сыбырлап, бұл кісі қасиетті әулие адам екен, мұны босатпасаңыз киесіне ұшырайсыз деп, орыс басшыға ақыл айтқан. Сонда қатты қорқан орыс бастық кешірім сұрап, Дүкен молданы қоя берген. Әне, сондай кісінің ортаншы ұлынан мерген ақсақал туса, онан мына қойшы сонар туған. Оны білді ме, білмеді ме, қайдан? Әйтеуір Кәмшат келін киелі шаңырақты бұлғап бастады. Сол түні ел ұйқыға кеткенде тысқа шығып, ауған балаға қорада көсілді. Мұның бетсіздігі сондай, онан кейінде төсекте жатқан қарттың үстіне көңілдес кіргізіп, күйін басты. Әрине, ауыр науқасқа шалдыққан ақсақал орнынан тұра алмайды десе керек. Алайда Құдай бар дегенге сенетін қазақ, осы күні әруақ бар дегенге сенбейтін болып барады. Әйтпесе киелі қазақта Құдай атқан оңалады, қарғыс атқан оңбайды деген сөз бұрыннан бар. Бірақ қалада өсіп қаланың құндылығын көрген қыз келі шаңырағында қайдан білсін? Дегенмен ақ некесін былғап жүрген Кәмшат келінді осы шаңырақтың киесі шағалап бастаған еді. Мұна Аминаны өнегелі жерден шыққан деп мерген ақсақал өте жақсы көретін. Осы келіне 2 жолы үйленгенше 5 жыл тынымсыз еңбек етіп, ақсақалдың отынан кіріп, күнінен шықты. Оңтүстіктің қызы бәрінен асып түсті. Мен сені өз қыздарымнан кем көрмеймін. Сен де қызымсың деп жүрген енесіне арқа сүйеп, анасындай көріп кеткен. Өйткені мына Аминаның өзі анасыз өскен жетім қыз. Негізі өгей анасы болған дейді, алайда ол қатыннан аналық мейірім көрмеген. Сонан болар мектеп бітіріп, бой жеткенде оқимын демей, қонармен танысып, табалдырығына келін боп түсті. Сөйтіп анадан көрмеген мейірімді енеден көріп, бауыр басқан еді. Негізі мына үйдің ішін сол кісі билеп төстейтін. Тіпті мерген ақсақалға да үкімін жүргізіп, дегеніне көндіретін. Әрине, айқаймен емес, ақылмен шешетін Хадиша апай аяқ асты көз жұмды. Қызуы түспей 3 күн жатып, емхана табалдырығынан аттағанда үзіліпті.
Сонда 44 жыл отасқан бәйбішесі қайтқанда мерген ақсақал есеңгіреп барып, әрең дегенде ес жиды. Сонда сиреп қалса да қатарлары келіп, әй, Мергенбай, жасың пайғамбар жасқа жетпеді, басыңа сай кемпір қарастыр. Әйтпесе қартайғанда қиын болады деп қолға салған. Тап осы сөзі замандасы Шыңғыр ақсақал бірнеше қайтара айтса да, қарт мерген кенже ұлды үйлендіруді жөн көріп, Кәмшатты келін қып түсірді. Әйтпесе кемпірі қайтып, тізесін құшақтап жалғыз қалған Шыңғыр атамыз жалғыздықтың не екенін бір қартаяқ көріп жүрген еді. Бір күні сол ақсақалға, Шыңғыр-ау, кемпір деп қоймайсың, маған сол кемпірдің керек жоқ деп мерген ақсақал кесіп айтқан. Оған жалғыздық жанына батып жүрген Шыңғыр қарт, сен өзің қызық адамсың. Біле білсең кәрілік деген кішкентай баланың әрі берісі екен. Кемпірің болмаса кім көрінгенге жаутаңдап, шалтақ жүреді екенсің. Соңғы сезім болсын, анау бебішке сұрау сал. Рулас қарындасым басқаға қимасам да саған қидым деген. О, Шәке, айтпасыма қоймадың ғой. Мен өзімнің пайғамбар жастан әрі аспайтынымды білемін. Сонда маған кемпір не керек деп, қолын бір сілтеген мерген ақсақал жүре бір екен. Сонда жағасын ұстаған Шыңғыр қарт бажырая қарап, қала берген дейді. Міне онан бері де бір күз өтті. Мерген ақсақал төсек тартып жатыр, соңғы күндері жағы суалып, құрсүлдері ғана қалды. Оны естіп Алматыдан келген үлкен ұлы құрдастарымен қыдырып, 100 грамдатып жүр. Ал қалада тұрамын деп көкірейген Аминаңыздың түраны. Келіннің құйрығына жастық ойы қамшы соқты. Әйел 40-тан кейін қылық шығарады деген осы болса керек. Мысалға 30 жас еркек үшін қауіпті болса, 40 жас қатын үшін қауіпті дейді. Өйткені еркектің көбі 30 жасында отбасын тастаса, қатын 40-тан кеткенде жүріс жасайды екен. Бұл дәлелденген нәрсе. Айналаңызға қараңыз, әйтеуір бір сондай қатын мен сондай еркек танысыңызға бар екенін өкітірік емес. Ал енді алдағы болар сұмдықты мерген ақсақал білмеді емес, біліп жатты. Тіпті аяғымда әлде бір жерде шалыс бастым-ау деп те өкінді. Бірақ болары болды, бояу сыңды, өкінгенмен пайда жоқ. Өйткені осы келінді емеурін танытып, өз әперді. Сол келін байға тиіп, әрісі 3 ағай шыдап, некеден тыс әумесер тапты. Ал енді Кәмшат келін ауған берікпен ауыз жаласқан түні мерген ақсақал шырт ұйқысынан шошып оянды. Мұның сорақысы сол түні-ақ ақсақалдың түсіне атасы келіп, үй алдындағы 3 түп ағаштың бірін шаба бастады. О, ата, мұныңыз не деп сұрап үлгермеді. Көз алары қараған атасы гүл тұрған түбекті бір теуіп кете барды. Астапырыла деп бет сипап атып тұрған ақсақал, 3 бәйтерегімнің бірі істі болды-ау дей берді. Сонан соң сыр бере бастаған денсаулығы онан сайын үдеп төсекке жықты. Әйкен, қайсың барсың мұнда? Келіңдерші деп дауыстады еденді ұрғылаған мерген ақсақал. Мен бармын ата, мен деген Амина есіктен сығалады. Қонаржан қайда келін деп сұрады атасы. Қонар кеше құрдастарымен қонақта болған, содан кеш келген еді, ұйықтап жатыр деді үлкен келіні. Үйде болса бері шақыршы деген қайынатасы басын көтеріп алды. Әрі қарай тұңғыш баласымен ақсақал оңаша сөйлесті. Анау Сонартайға барып айтты, мені шақырып жатыр де тездетіп келсін. Сонан соң татар баланы тауып алып, өзімен бірге ерте бар. Орнына бір күн қойға қарай тұрсын, ақысын алады деп тапсырды. Әкеден бұйрық алған бала сол күні-ақ татарды тауып қойнына 3 шөлмек салды. Онан өзінің де басы сынып тұрған біреуін теңдей бөліп ішті. Екеуі мотоциклге мінгізді. Қысқасы сол түні-ақ Сонар мен Қонар әкесінің басында отырды. Бір ту биені дайындай беріңдер. Сонан соң балаларым, алыста тұратын ағайын туысқа хабар беріңдер. Мен алдағы жұма жүрем деп айтып салды. Басында әкенің сөзін түсінбей қалған екі ұлы біріне қарады. Алайда әкесінің айтқаны айна қатесіз келетінін екеуі де біледі. Бастары салбырап, қамдануға кірісті. Ең бірінші ортаншы ұл мен 2 қызға хабар кетті. Онан құдаларға хабар жетті. Сөйтіп үрім ұрпақ жиналып, мерген ақсақалдың өлімін күтті. Алайда атаның айтқан жұмасы келіп, күн кеш болды. Аузынан не келсе соны айтып сандырақтаған ақсақал жанын бермей жата берді. Соңында 3 ұлға көтеріп апарып, терезеден жарық даланы көрсетуді сұрады. Әке дегенде жан бар ма? 3 ұл көтеріп апарып, даланы көрсетті. Әне, анау тұрған 3 түп ағаш деп күбірледі ақсақал. Яке, ол тұрған 3 ағаш, сол баяғы ағаштар ғой.
не айтпақшы едіңіз деп, 3 баласы жамырай сұрап бастады. Ал қауқары түгесілген әке ештеңе айта алмады. Бірақ 3 ағаштың бұтақтары 3 жаққа еңкейіп, қурап бара жатқанын көрді. Сонан соң тілге келіп, бір түрлі сөйлеп жатып, қонар, ағарған пәлеңді тоқтат деді. Онан бақаш, жұмысыңды ауыстыр тапсыр деді. Бұйырды. Мұндай сөзді түсінбеген екі ұл бір-біріне қарап, иықтарын қағып қоя салды. Ең соңында кезек кенже ұлы Сонарға жетті. Осы баланың қолын қысып, өзіне тартқан ақсақал әлдене деп сыбырлағандай болды. Сонардың құлағын түре түсті. Құдай-ау, әкем не деп жатыр деген бала өз құлағына өзі сенбей, екі ағасына қарады. Олар не десін, жан беру оңай ма, өлім алдындағы сандырақ дегендей бастарын шайқады. Алайда мерген ақсақал тағы да сол сөзді тағы да қайталады. Ой, әкем не дейді өзі? Дегенше болмады 3-ші рет. Сонажан, келінді құрт деп айтты да үзіліп кетті. Осылайша аузы дуалы көріп келін Дөкеннің кіндік немересі мерген ақсақал дүниеден озды. Әке деп ұлдар жылады, жоқтау айтып қыздар жылады. Сөйтіп улап жылаған ұрпақ беттерін сипап қала берді. Дегенмен өлгеннің соңынан өлмек жоқ. Қу тіршілік қайта басталғанда әкенің өсиеті ұмыт боп кете барды. Расау, кейде осы елге сыйлы адамның өз ұрпағына сыйы болмауы мүмкін. Өйткені өмір бойы қой соңында жүрген ақсақалдың өз балаларынан жырақ кеткені бар. Күндіз түні үй көрмейтін еркектің соңы осындай болар, кім білсін. Әйтпесе Дүкен молданың кереметін көргендер көп болса, сол көргендерден естігендерде мына ауылда аз емес. Сонда бір қойына қасқыр шаппайды екен. Мынандай да жағдай болған дейді. Сол атаның адасып қалған бір қойын бір сағат өкшелеп қуған қасқыр жете алмаған. Егерде қасқыр қойды қуып жете алмады деп қазір айтсаңыз, ешкім де сенбесе керек. Өйткені қасқыр дегенің қой сорлының адымын аттап бастырмайды. Сонан соң жақын маңнан шауып өтсе де бір қорап оқ атқан ағылшын револьвері балқып кеткен дейді. Сонда қатты таңғалған орыс командирі «Это чудо человек» деп айқайға басты. Осы оқиғадан кейін баяғы молда Дүкенге Чудо Дүкен деген ат қосылған. Яғни орысы Чудо Дүкен десе, қазағы молда Дүкен деп кеткен. Сонда әруақты адамның мына қайтқан мерген ақсақалы туған немересі. Қазіргі ұрпағы мұның сандырағын еремейтін дәрежеге жеткен. Ал енді арадан көп өтпей оқымысты ортаншы ұлды Мәскеуден келген коммунистер құрықтап кетті. Жұмысында қандайда бір қисынсыз құжатқа қол қойып, ақшасын бөлісіп жеп қойған деседі. Сонда да сорлы ұрпақ әкенің сөзін қаперлерінде алмай, сандырақ деп жүре берді. Онан жыл айналып келмей үлкен ұл арақтан науқас тартты. Ағарғанды таста дегенді елмеген баланың бауыры ісіп, серозға айналды. Міне, осыны естігенде ғана қой соңында жүрген сонар бала ойлана бастады. Әкем маған қатыныңды таста деді емес пе? Ол сөзді бір емес, бірнеше рет айтты ғой. Неге айтты екен? Әлде көзін құрт деді ме? Қысқасы сонар бала қатты састы.